шақта. Қазақстан 30 жылдың ішінде білім, мәдениет, экономика, спорт жағынан әлемнің алпауыт елдерінің арасында иық теңестіріп келе жатыр. Бұның барлығы тәуелсіздіктің жеңісі мен жемісі. 2014 жылы Сочида өткен қысқы Олимпиада ойындарында Қазақстанның туымен қатар алталаштың аманатын арқалап шыққан Ердос Ахмадиев сол сәттегі сезімді былай еске алады. Ту ұстаушы деген өте мәртебелі биік адамды қойған. Оңайшылықпен құлап қалмайтын, енді ауызбен, сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезімде болдым. Иә, мен елбасымен кездестім. Маған туды табыстады. Ақ батасын берді елбасы. Ол өте жүзден бірдің басына келетін бір бақ. Елбасымыз қарапайым кісі, ол жүрегі жұмсақ, кеп қолын алған кезде бауырым жолым болсын деп айтқан сөзі өзі қандай интонациямен шығып тұрды. Менің де жүрегім келіп, ойлаймын, елбасы ол үлкен мәртебелі, үлкен тұлға. Біз олардан күні бүгінге дейін үлгі алу керекпіз. Олимпиадада кездестік, 3-4 елбасымен кездестім. Бізге Сочиға 3 күн бұрын келді, кездесіп, бізге ақ жол батасын беріп. Оның бәрі, мысалы, мотивация, внимание бәрімізге. Бүгінгі күні істеп атқан осы әр қазақтың, әр ел азаматының істеп атқан ісі, ол ел үшін істелу керек деп ойлаймын. Еліме үлесім қосқан, біздің көк байрағымызды спорттың арқасында өзіміздің елімізді әлемге паш етіп, көк байрағымызды желбіретіп, міне осы үлкен үлес деп ойлаймын елімізге қосқан. Біздің ел жылдан жылға даму үстінде. Өйткені біз шетелге шыққан кезде бізге айтатын, сенде қалталарыңнан 50 тиын шығармай бүкіл әлемді аралап шыққан. Иә, шын солай. Ол еліміздің дамуының арқасы. Тәуелсіз елдің өсіп өркендеуі үшін бірлесе отырып күш салу қажет. Барлығын өзіңнен баста.